Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің жазғы демалысым. Ребята, перед началом урока обратите внимание на эти картинки и ответьте на вопросы. Бұл қай жыл мезгілі? Бұл жаз мезгілі, иә? Балалар не істеп жатыр? Балалар ойнап жатыр. Сонымен бүгінгі тақырып менің жазғы демалысым. То есть тема сегодняшнего урока – мои летние каникулы. Или как я провел летние каникулы. Теперь, ребята, давайте вместе прочитаем данный текст. Менің атым Әлібек. Мен 10 жастамын. Мен Алматы қаласында тұрамын. Мен жазғы демалысымды қалай өткізгенімді айтып берейін. Мен ауылға ата мен әжемнің үйіне бардым. Ауылдың ауасы таза, табиғаты әдемі. Ауылда менің достарым көп. Достарыммен жайлауға бардым. Өзенге шомылдым, футбол ойнадым. Көп кітаптар оқыдым. Көбінесе ертегілерді сүйіп оқып шықтым. Мен кітап оқығанды қатты ұнатамын. Сонымен қатар, отбасымызбен табиғат аясына демалуға бардық. Балық ауладық, кәуап пісірдік, өлең айттық. Маған жазғы демалысым ұнады. Ребята, еще раз прочитайте текст вместе с переводом. Следующее задание. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. То есть вам нужно ответить на вопросы по тексту устно. Бірінші сұрақ. Әлібек неше жаста? Екінші сұрақ. Ол қайда барды? Және үшінші сұрақ. Әлібек нені ұнатады? Жақсы. Теперь перейдем к грамматике. Ребята, давайте повторим с вами личные местоимения. Личное местоимение «я» переводится «мен». Ты – «сен». Вы – «сіз». Он либо она будет «ол». Это личное местоимение в единственном числе. Теперь во множественном числе мы будет «біз». Вы – сендер. Вы в вежливой форме будет сіздер. Және они будет олар. Вспомнили, ребята? Теперь давайте сделаем по нему задание. Бірінші тапсырма. Вместо многоточия нужно поставить нужное местоимение. Это задание письменно выполняем в тетради. Жақсы, келесі екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны жалғап жаз. Второе задание. Добавьте нужное притяжательное окончание вместо многоточия. Это задание тоже письменное. Келесі үшінші тапсырма. Прочитать словосочетания и нарисовать их. Давайте сначала их прочитаем. Балық аулау, өзенге шомылу, футбол ойнау, кітап оқу, саябақта қыдыру, мұражайға бару, және кәуап пісіру. Вам нужно выбрать несколько словосочетаний и нарисовать их в тетради. Жақсы, енді соңғы тапсырма, тест тапсырмасы. Ребята, вам даны 3 тестовых задания. Их нужно выполнить в тетради. Жду от вас обратной связи. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.